Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оригинал лағманның подливын қалай жасау керек, сорпасын қалай жасаймыз, сонымен анық, нақты, тиянақты етіп асықпай түсіндіретін боламын. Рецепті соңына дейін қараңыздар, ұнаса қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті өнімдерді атап өтсем, бізге ет қажет болады. Менде сиыр етті осылай ірілеу жұқа етіп турап аламыз. Содан соң сельдерей, қызанақ, содан соң редька, содан соң пияз керек болады. Одан соң түрлі түсті болгар бұрышы керек болады, сәбіз және пекин капустасы керек болады. Пекин капустасының тек қатты жерін осылай турап аламыз, төрт-төртшілеп. Барлық затты осылай алдын ала турап алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Енді қуырып бастаймыз. Қазанға май құямыз. Майымыз қызғаннан соң етті салып, етті жақсылап араластырып, 5-6 минут шамасында етті жақсылап қуырып алатын боламыз. Етімізді қоңырқай түске енгенге дейін, өзінің сөлі тартылғанға дейін жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 5-6 минут шамасында қуырамыз. Етті жақсылап қуырып алғаннан соң, еттің пісуі қиындау болғаннан соң, етке кішкене су құйып, оттың астын жай қойып, 10-20 минутқа бұқтырамыз. Арада 10-15 минут уақыт өткеннен соң пиязымызды саламыз. Пиязды саламыз және де бір ас қасық соя тұздығын қосамыз. Соя тұздығын тым көп қоспаңыздар, етті кептіріп құрғатып жібереді. Және араластырмай жай ғана бетін жауып, 30 минут шамасында етті толықтай пісіретін боламыз. Мінеки достар, арада 30 минуттай уақыт өтті. Біздің пиязымыз өзі ыстыққа өшіп жоқ болды. Мінеки етіміз жұмсарып, толықтай пісіп қалды. Ендігі кезекте осы еттің үстіне туралған сәбізімізді саламыз, редькамызды саламыз және де төрт-бүршілеп туралған пекин капустасын саламыз. Бір ас қасықтай томат пастасын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Томатты салғаннан кейін тағы да 4-5 минут шамасында міндетті түрде жақсылап қуырып алыңыздар. Сол кезде томаттың қышқыл дәмі кетіп, тағамның дәмі одан сайын дәмдірек бола түседі. Томат салғаннан соң шамамен 3-4 минут қуырып алсаңыз, осылай түсі әдемі болып қызғылт түскенетін болады. Жақсылап қуырып алғаннан соң болгар бұрышын саламыз және де міндетті түрде ұсақтап туралған сарымсақ қосамыз. Мен бастапқыда сарымсақты түсіруді ұмытып кетіппін. Тағамға міндетті түрде сарымсақ қосыңыздар. Тағамымыздың дәмін одан сайын дәмдірек етіп, одан сайын керемет етеді. Сарымсақты міндетті түрде қосамыз. 1-2 минут қуырғаннан соң дәміне қарай қара бұрыш, китай тұзын қоссаңыздар болады, және де паприка қоссаңыздар болады. Міндетті түрде 1-2 ас қасық ұн салыңыздар. Бұл сорпаның қою болуына көмектеседі. Және де дәміне қарай міндетті түрде тұз саламыз және де барлығын жақсылап араластырып, көп емес, 1-2 минуттай жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Көп қуырып отырмаңыздар, себебі мынау болгар бұрышы капустаның барлығы езіліп жоқ болып кетуі мүмкін. 1 минут шамасында қуырып алғаннан соң отбасыңызда адам санына байланысты су құямыз. Немесе қоюлау болғанын қаласаңыздар, судың көп болғанын ұнатпасаңыздар, суды аздауда құйсаңыздар болады. Мен шамамен 1,5 литрдей су құйдым. Бізге кішкене сұйықтау болғаны ұнайды. Енді қақпағын жауып, осы сорпамызды бір бұрқ еткенше қайнататын боламыз. Сорпамыз бір бұрқ етіп осылай қайнағаннан соң туралған қызанағымызды саламыз. Одан соң туралған сельдерей салатын боламыз. Лағманға міндетті түрде сельдерей қосыңыздар, өйткені бұл лағманның ең керекті бір азық түлігінің бірі, лағманға ерекше дәм береді. Салғаннан кейін бетін жауып, баяу отта 30-40 минут шамасында қайнатып пісіретін боламыз. Мінеки менің сорпам шамамен 40 минуттай қайнады. Түсі де өте әдемі, дәмі енді керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осылай лағманның сорпасын жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Кафе, ресторандағы лағмандардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын достар.
рецепт ұнаған болса міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Рахмет, назарларыңызға. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Келесіде шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Лағманның қамырын қалай созу керектігін мен алдыңғы видеода жақсылап түсіндіріп салып қойғанмын.